Адамзат тарихында өз дәуірінен озып туған тұлғалары болады. Олар тек өз халқына ғана емес, бүкіл әлемге жол көрсететін шамшыраққа айналады. Осындай ұлы тұлғалардың бірі Әбу Насыр әл-Фараби. Оның есімі ғылыммен, даналықпен және адамгершілікпен тығыз байланысты. Әл-Фараби қазақ даласынан шыққан, әлем мойындаған ұлы ғалым. Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы ежелгі Отырар қаласында дүниеге келді. Ол кезде Отырар ұлы жібек жолының бойындағы ең ірі мәдениет және ғылым орталықтарынан бірі болатын. Қалада бай кітапханалар жұмыс істеп, әлемнің түкпір-түкпірінен келген саудагерлер мен ғалымдар бас қосатын. Осындай ортада өскен әл-Фарабидің ғылымға деген қызығушылығы ерте қалыптасты. Әл-Фараби ғылымның көптеген саласында еңбек етті. Ол 150-ден астам еңбек жазған. Оның ішінде қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары, музыканың ұлы кітабы, ғалымдар классификациясы сияқты шығармалары ерекше орын алады. Ол ғылымды қоғамды дамыту құралы деп білді және білімді адамның елдің болашағын қалыптастыратынын айтты. Әл-Фарабидің арманы әділдік орнаған, білім мен адамгершілік салтанат құрған қоғам құру еді. Оның пікірінше, әрбір адам білім алып, ізгілікке ұмтылғанда ғана мемлекет дамып, халық бақытты өмір сүре алады. Бұл ойлар бүгінгі күні де өзектілігін жоғалтқан жоқ. 1000 жылдан астам уақыт өтсе де, әл-Фарабидің мұрасы адамзатқа қызмет етуді жалғастырып келеді. Оның еңбектері әлемнің көптеген университеттерінде зерттеліп, ғылыми айналымда қолданылып келеді. Әл-Фараби қазақ халқының мақтанышы, бүкіл адамзат өркениетінің асыл қазынасына айналған ұлы ойшыл. Оның өмір жолы бізге бір ақиқатты үйретеді. Білімге деген құштарлық, үздіксіз ізденіс және адал еңбек адамды ұлылыққа жеткізеді. Сондықтан әл-Фарабидің мұрасы әрбір жас ұрпақ үшін ғылымға, ізгілікке және кемелдікке бастайтын мәңгілік шамшырақ.